Қайырлы күн барлықтарыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Тағы да сіздерге осындай ерекше салаттың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Өте ерекше салат, әрі қарапайым заттардан ғана тұрады. Ол үшін бізге тауықтың төс етін суға пісіріп аламыз. Майдалаңқырап турайтын боламыз. Жегенге ыңғайлы болу үшін осындай ұсақтан етіп турайсыздар. Осындай шұңқылдау тарелка болу қажет. Біз жинағанға астынан майонезімізді міндетті түрде жағып аламыз. Енді тауығымызды, етімізді салатын боламыз. Осындай өздеріңізге ұнайтын шұңқылдау тарелкаге салсаңыздар болады. Осылай салып, үстінен тағы да майонезімізді жағып аламыз. Енді біз ананасымызды турайтын боламыз. Менде осындай ананас, консервідегі ананас, соны пайдалансаңыздар, өте осы ыңғайлы, әрі дәмі де өте жақсы, свежий болып тұрады. Майдалау екен, бірақ мен тағы да оны турадым майдалаңқырап етіп. Осылай оны да үстінен жайып шығамыз. Өте ерекше дәм береді. Ананас салаттың түр-түрі бар. Әр түрінде әртүрлі дәмі бар. Енді суға піскен жұмыртқамызды да ұсақтап, майда етіп турап алатын боламыз. Өзі 3-4 қана заттан тұратын салат. Тез-ақ жасалады, бір 5 минутта жасап тастасаңыздар болады. Енді үстінен салып, тағы да тегістеп алатын боламыз жан-жағына бәрін. Менің осы заттарым 2 тарелка шықты менде. Астына жазып кететін боламын. Үстінен тағы да майонезімізді жағып алатын боламыз. Майонезіміз тым аз болып қалмасын, дәмді болмай қалады. Енді үстінен сырымызды жағатын боламыз. Ол үшін бізге сырымызды майда етіп ұсақтап өткізетін терка қажет болады. Менде сәл ірілеу болып кетті. Сондықтан ұсақтап өткізетін терка болса, сіздер солай жасап көрсеңіздер, өте әдемі көрінеді, жегенге де ыңғайлы болады. Осылай жасап аласыздар, тура видеодағыдай. Біздің салатымыз дайын болып қалды. Енді осындай әдемі дәмі кірет, әрі сәндеу үшін осындай орехты пайдаланып, езгілеп, үстінен сеуіп қоятын болам. Салатымыз дайын болды. Өте ерекше, дәмі де өзгеше болып шығады. Тез жасалады. Сіздер де осылай жасап көруге кеңес беремін. Қыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Қоңыраушаны өздеріңізге тартып алыңыздар. Әр салған рецепттерім сіздерге келіп тұратын болады. Ас болсын сіздерге. Рахмет көргендеріңізге.